38 сабақ. Балалар, сабақты бастаудан алдын каналға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпайық. Мен сендерге тапсырмалардың жауаптарын ауызша айтып кетемін. Сендер видеоны тоқтатып тұрып, үлгермесеңдер, видеоны басынан қосып, қайта көрулеріңе болады. 5-ші тапсырма. Өлеңді оқы. Дүйсенбіде бас ауырып жатты, сейсенбіде іш ауырып жатты. Сәрсенбіде аяғы ақсады, бейсенбіде азу тісі қақсады. Жұма күні жөтел қысып, сенбі күні тобығы тайыпты. Ал жексенбіде құлан таза айықты. Сонда оның сырқатын қалай атау лайықты? Өлеңде қандай бала суреттелген деп ойлайсың? Өлеңде жалқау, еріншек бала суреттелген. Ол неліктен жексенбі күні ауырып қалмады? Ойыңды бөліс. Себебі жексенбі күні сабақ болмайды. Сол себепті жексенбі демалыс күні болғандықтан ауырып қалмайды. Өзің жексенбі күнді қалай өткізесің? Мен жексенбі күні үйде мамама үй жинап, көмектесіп, үй жұмыстарын орындап, жуынып, солай өткіземін. Өлең кейіпкері туралы өз пікіріңді айт. Өлең кейіпкері туралы өз пікірім: ешқашан адам еріншек болмау керек. Өлеңдегі қарамен жазылған сөздерге назар аудар. Олардың айтылуы мен жазылуын салыстыр. Бұл жердегі қарамен жазылған сөздер апта күндері, алтыншы тапсырма. Кестені толтыр. Ұлдар: Дүйсенбек, қыздар: Жұмагүл. Сәрсенбек, Дүйсенбек, Сәрсенбек, Бейсенбек, Жұмагүл. Дүйсенбек, Жұмагүл деп ат қою себебін неде деп ойлайсыңдар? Өйткені осы адамдар сол күні туылған. Сол себепті Дүйсенбек, Жұмагүл деген аттар қойылады. 7-ші тапсырма. Ойлан тап. Жарты жылда неше ай бар? Жарты жылда 6 ай бар. Неше айдың аты Р әрпіне аяқталады? Қаңтар, сәуір, мамыр, үш айдың әрпі Р әрпіне аяқталады. Қай айда 28 күн бар? Ақпан айында 28 күн бар. Сенбінің алдында келетін апта күнін ата. Сенбінің алдында жұма келеді. Сенбіден кейін 3 күн өтті. Ол қай күн? Сәрсенбі. Тапқан жауаптарыңды жаз. Осы жауаптарды дәптерге жазып аламыз. Шығармашылық үзіліс. 8-ші тапсырма. Жұмбақты оқып шешуін тап. Ағайынды жетеуінің жұмысы бар бесеуінің, жұмысы жоқ екеуінің. Бұл жерде жұмбақтың жауабы 5 апта күні айтылған. 5 апта күнінде, апта күнінің 5 күнінде жұмыс болады. Яғни сенбі жексенбі күндері жұмыс болмайды. Жұмысы жоқ екеуінің деген сенбі жексенбі күндеріне айтылған. Жұмбақтың жауабы апта күндері. Сызбадағы апта күндерін ата және сол күндері не істегеніңді әңгімеле. Жексенбі: сабаққа бардым. Дүйсенбі: сабаққа бардым. Сейсенбі: сабаққа бардым. Сәрсенбі: сабаққа бардым. Бейсенбі: сабаққа бардым. Жұма: сабаққа бардым. Сенбі, жексенбі демалдым. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Балалар, сендер бір апта бойы не істейсіңдер? Өз жауаптарыңды комментарияда күтемін.